Ақтау қаласын түркі әлемінің астанасы болып таңдап алынуы бұл біз үшін үлкен мәртебе. Түркі әлемінің мәдениетін көрсететін бір мүмкіншілік. Ақсақалдарымыз, қоғам барлығы қолдайды бұл жерде. Біз өзіміздің қазақ халқының дәстүрін, өңірдің мүмкіншіліктерін таныстыра отырып, ресми азаматтар, олармен болған отырыстардың барлығы біз үшін маңызды. Келген қонақтың барлығы күтетінде бізде бар мүмкіншілігіміз бар. Ең басты бізде ниет бар. Жақсы жасаймыз деген. Ақтаудың мәдени дағы, моральный дағы құқығы бар. Сол түрк дүниесінің мәдени астанасы болғанға. Бүт барды потенциалы бар. Бүт тарихы да бар, тағдыры да бар дегендей. Бүгінгі экономикасы да бар, тарихи жерлері бар, сакралдық жерлері бар. Şu жалпы түрк дүниесінде мәдени астана болуға құқығы бар шаһарлардың бірі деп айтарлық.